2016 жылдың 14 қаңтарында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды елімізде алғыс айту күні деп жариялады. Қазақстанның тұңғыш президенті тарихымыздың көптеген беттері биік моральдық құндылықтардың бірі ретінде алғыспен байланысты екенін атап өтті. Біздің бабаларымыз халықтың басына түскен ауыр сынақтарға төтеп беретін күш-қуат дарытқан туған жерге және тағдырына риза болған. Олар әскери шапқыншылық жылдарында, қуаңшылық немесе жұт кезінде әрдайым көмекке келген жақындарына, туыстары мен көршілеріне әрдайым алғыс айтқан. 20 ғасырдағы қайғы-қасірет жылдары миллиондаған адамдар бір-біріне көрсеткен көмегі мен қолдауы үшін ризашылық танытты. Бұл барынан айырылған адамдарға қайта өмір бастауға күш берді. Не секрет, что современная многонациональная семья Казахстана – это результат нескольких миграционных волн, когда в республику в разные годы были депортированы целые народы. А казахские семьи, сами находившиеся в крайней нужде, принимали их в свои саманные дома. Как все эти люди смогли устроиться и выжить, огромная заслуга всего народа Казахстана. Поэтому учреждение данного праздника – это дань уважения всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие и принявших этих людей как родных. Dankeschön. Bartel. Дякую. Teşekkür ederim. Дякую. Спасибо. 감사합니다. Рахмат. Біз тәуелсіздіктің жаңа дәуірінде барлық этностарды ұйысқан бір тұтас халыққа айналдыра білдік. Қазіргі таңда бұл біздің ең басты артықшылығымыз. Біздің күшіміз де осында. Алғыс айту күні еліміздің ең айшықты, әркімнің де жүрегіне жақын мейрам.